История успеха от нашей несравненной, неповторимой топ-чека компании, у которой доход от 42 тысяч долларов в месяц. Одна из первых партнеров компании Merrin Health Group. Специальный гость из Казахстана. Обладательница автобонуса, золотой директор компании Бота Дарибекова. Қолчаулар меймандар. Қазақстандан келген қонағымыз Бота Дарибекова. Келіңіз. Қолчап тұралым. Мейман достығызды білгізіп. Ортадағы достығызды білгізіп. Бота Дарибекова. Келіңіз. Добро пожаловать в Ош. Армысыздар, қырғыз елі, көңіл күйлеріңіз қалай? Естілмейді ғой. Қырғызым, қалайсыздар? Құрметті қонақтар, барлықтарыңыздың аналарыңыз бар. Ортамызға біздің алтын уақыттарын бөліп келіп отырған ақ жаулықты аналарымызға үлкен бір қошемет сыйлап қояйықшы. Аналар, сіздер аман болыңыздар. Сіздер бар болсаңыздар, біздің қанатымыз әрқашан шырқауға дайын болады. Біз сіздермен бақыттымыз. Сіздердің біздің ортамызда жүргендеріңіз бізге күш қуат береді. Бүгінгі ерекше болып жатқан Ош қаласындағы конференциямыз барлығымызға құтты болсын. Мына жерде орталарыңызда отырып, ең алғашқы осы компанияның басталғаны көз алдымда лента ұқсап жүгіріп жатыр да. Салиева Айнұр ханым, Пайызова Гүлнара ханым, Аида ханым да осы жердегі. Біздің Жәмилеже. Базар жақтағы кішкентай ғана офисіміз бар. Қазақша айтып жатырмын, түсініп жатсыздар ма? Орысшам жетпейді да, өзім зорға үйренгем. Сондықтан сол ең алғашқы офисіміз өте суық болатын еді да, сол кезде бастаған кезде. Бірақ та офистің суықтығына қарамай, офисіміздің жаңағындай продукциялардың келмегеніне қарамай, ешкімнің продукциядан результат көрмегеніне қарамай біз еңбек еттік та. Сол кезде Салиева Айнұр ханымның үйінде жататынмын. Күнде біздікі бір ғана әрекет. Күнде офисқа барамыз, адамдарға презентация қоямыз, бірақ та ойлаңыздаршы, елдің барлығы, Бота ханым келген екен ғой, мен жүгіріп тіркелейінші сол компанияға деп барлығы очередке тұрды деп ойлайсыздар ма? Ешкім очередке тұрған жоқ, бірақ та әрбір адамның жүрегіне жеткізуге тырыстық. Біздің компанияға деген сеніміміз бізді жетеледі. Арман Тосқанбаевқа деген сеніміміз жетеледі. Алла бізге осындай мүмкіндікті берген екен. Біз неге осыны халыққа паш етіп, айтып, осы жақсылықтың жаршысы болып, әрбір адамзаттың өмірінің өзгеруіне себепкер болмасқа деген ниет болды ішімізде. Ойлаңыздар, сол жұмыстардың нәтижесі бүгінгі таңда Қырғызстан елінен топ-чек бірінші компанияның, мынау Америкадан келіп тұрған жоқта, сіздердің алдарыңызға чек біріншідан. Қытайдан келіп, қытайша сөйлеп тұрған жоқта, сіздің өзіңіздің бір туған қырғызыңыз сіздің алдыңызда бірінші чек, бірінші автокөлік егері, бірінші пәтердің егері болып сіздерге. Ол үлкен мотивация болу керек та. Себебі көп компаниялардың, Қытайдың адамдары сахнада сайрап тұрған кезде не айтып атқан түсінбейде отырған күндеріміз болды емес па? Ендеше біз неге мынау бізге келіп тұрған мүмкіндікті кәдімгідей тісімізбен тістеп, тырнағымызбен жабысып, аяқ қолымызбен жабысып алып істемеске? Әлде сіздерге өздеріңіздің осы өмірлеріңіз ұнай ма? Кредиттеріңіз бар болғаны, күнделікті наммен майға жететін қаражат, анау Инстаграмда біреудің өмірінің көрермені болып, зритель болып отырған сіздерге ұнай ма? Сіздер де өз өмірлеріңіздің әртісі боласыздар ғой бұл бизнесқа келгенде. Себебі мен сіздерге айтайын, мен осы бизнесқа келгенде қаражаттан тығырыққа тығылып сосын бастадым да. Себебі өздеріңізге де мәлім, жалпы сетевойдың әртүрлі, мен 15 жылдық тәжірибем бар екен да сетевойда жүргенде.
Соның ішінде кейінгі осы 3 жылы барлық осы сөздің мағынасымен айтқанда ең тиімдісі, пайдалысы, бүкіл халыққа да пайдасы, командаға да пайдасы, жақындарыма да пайдасы тиетін компания осы болды, жандарым менің. Осы компанияда мен бұрын соңды жетпеген жетістікке жеттім. Бұл компанияға келердің алдында бірақ 12 жылдық менің тәжірибем, оның ішінде финансовый пирамидаларда болды. Оның ішінде жаңағындай небір инвестициялар болды, жалпы товарный бизнеста болды. Бірақ соның барлығы қазіргі тәжірибем менің осы дәрежеге жетуіме көмек болды да. Сондықтан егер де сіздер бұрын басқа компанияларда жасаған болсаңыздар, көрген болсаңыздар, сіздерге ой, осының жүрмейтін жері жоқ деп айтатын болса жақындарыңыз, қуаныңыздар да. Сіздер ізденісте жүрсіздер. Ал бүгін, дәл бүгін, сіздер ізденістің нақты нүктесіне келіп тұрсыздар. Егер де күнделікті бізге берілетін мүмкіндік бар. Мүмкіндік, возможность. Сосын кейін выбор, таңдау. Ол бізге күнде түседі. Таң атқаннан жаңағындай Алла берген күніміз атып басталған уақыттан бастап сізге мүмкіндікпен таңдау жаңағы күнде сізге түсіп жатыр. Соның бірі бүгін келіп жатыр да. Сіз егерде мұғалім болсаңыз, міне мен мұғаліммін, бастауыш сынып мұғалімі. $100 жетпейтін айлықпен не тамаққа тартсаң, тамаққа жетпейді киімге тартсаң, квартплатаға жетпейтін дүниемен жүргенде, қазіргі таңда $40,000 ақшаны қай нефтяник тауып жатыр? Қай заводтың жаңағы начальнигі тауып жатыр? Айтыңыздаршы, бар ма сондай начальниктар? Ондай мүмкіндікті бізге әкеліп беріп отырған Арман Тосқанбаевты естіңіздер жүректеріңізбен. Мен үшін емес, ол Жамиля ханым или осы жердегі лидерлар үшін емес, жандарым, өздеріңіз үшін естіңіздер. Себебі сіз егерде өзіңіздің өміріңіздің жақсы жағына, өзгеруіне себепкер болсаңыз, сіз өте үлкен дүние жасап жатсыз. Себебі сіз басқа адамдардың да өмірінің өзгеруіне себепкер бола аласыз. Алла тағала бидеп айтады екен ғой. Егер де сізге дейді жақсы бір құнды ақпарат келетін болса, оның сіз халыққа пайдасын біліп тұратын болсаңыз, оны айтпай қалу үлкен күнә дейді. Білесіздер ме осы сөзді? Сондықтан сіздерге егер де бүгінгі таңда осы мүмкіндікті естіші, жүрші деп, ешкімді шаштан сүйреп, құлақтан сүйреп әкелген жоқ шығар? Айтып, жүрегіңізге жеткізіп, айтып алып келген болса, сіз қуаныңыз. Сол сізді шақырған адамға қазір осы конференциядан шыққаннан кейін жанына барыңызда, алтыным, рахмет саған деңізді. Себебі мен осы күнге дейін, әлі күнге айтам, мені осы компанияға бір звонокпен шақырған Тараз қаласындағы бұрын финансовый пирамидада бірге жұмыс жасаған Индира Егенбердиевна. Мен ол кісіге әлі күнге дейін алғысым, әр таңда мен сол кісіге алғыстан бастаймын. Сол кісінің списігінде бірінші болып тұрғаныма шүкір. Егер де бүгін сіздер осы жерге келіп отырған болсаңыздар, значит сіздерді мынау мықты адам, немесе мына адамның өміріне өзгеріс, осы компанияға келсе өзгеріс келетін еді. Мынаның мынау жағдайы жоқ еді, осыған бір себеп біздің компанияны естісе, өзінің жағдайын жасай алар еді деп, сізді біздің компаниядағы лидерлар списігіне енгізіп қойған. Сол списікқа ілінбей қалғандар қаншама? Бар ма? Қырғызстанда Ошта қанша халық тұрады, сіздер қанша отырсыздар? Қалғандарының барлығы ілікпеген бе списікқа? Сіздер избранный адамсыздар ғой. Әрқайсың. Сондықтан қуаныңыздар да, сіздің осы жерге келу үшін списікта ілінгеніңізге қуаныңыз. Күнде беріп жатқан сіздерге жаңағындай мүмкіндікпен таңдауды бекерге жіберіп алмаңыз. Себебі, компания көп. Нарықта күнде бір компания ашады. Күнде біреу. Бірақ осы 3 жылдық тарихымызда мен сіздерге айтайын, бізбен қатар ашылған компаниялар айық тіресе жүріп, осы карантиннің кезінде, мынау қазіргі мынау нарықтағы кризистің кезінде пытырлап, жауылып жатқан көзіміз көрді. Бірақ біздің жаңағы басшыларымыздың алға сүйреуі, олардың жаңағындай
екі қадамға алға жүремін деген мақсаттары біздің компанияны құрдымға жібермей, одан сайын биік белестерге шығуына себепкер болып жатқан о кісілердің милары. Арман Айдосовичтің миына күнде жақсы бір идея келсін деп тілеймін да мен. Сол кісіге Аллахым денсаулық берсін деп тілеймін да. Осы Marine Hills компаниясына келіп жатқан әрбір партнердің осы жерден алатын несібесі молырақ болсын. Әрбір партнер бір адамның өмірінің жақсы жаққа өзгеруіне себепкер болуын нәсіп ет Алла деп тілеймін да. Себебі Аллах, сен өзіңе тілегеннен көрі, біреуге тілесең сол екі еселеніп келеді дейді ғой. Біздің маркетингте тура солай жасалған ғой, жүрекпен жасалған ғой. Тәрбиеле дейді да. Өзіңнен кейін екі лидерді тәрбиеле, сол тәрбиелегенің үшін, сол адамға уақытыңды, энергияңды бөлгенің үшін саған екі еселеп вознаграждение береміз дейді да. Қараңызшы, біздің маркетинг қалай жаңағындай рухани тұрғыда жасалған да. Біздің компаниямыздың басшыларынан сондай нәрсе келіп тұрса, ол айтады ғой, балық басынан шірейді деген сөз бар. Ал біздікі наоборот, ең басшы болып тұрған адамдарымыздың барлығы руханиятқа жақын. Өздері де бұрын сетевойда жүріп, жаңағындай, ой, осы сетевойдағылардың ешқайсысы ақша таппайды. Бір ақша табатын лидерларға тек қана өздері емес, командасымен ақша табатын маркетинг құрастырайықшы деген ниетпен, сондай жүрекпен жасалған маркетингті біз оны әлемге паш етпесек, аузыңызға құм құйылғандай оны ешкімге айтпай отырбасаңыз, кім жеткізеді оны? Сіз жеткізбесеңіз, біз жеткізбесек. Сондықтан да иыққа жаңағындай жүк берілген екен, соны арқалап алып, мен күнделікті жұмысқа шыққан кезде, бүгін мен бір адамның жүрегіне үміт отын құямын деп шығамын үйден. Тура солай шығыңыздаршы, күнде үйден шыққанда. Мен бүгін бір адамға жақсы өміріне өзгеріске бір мүмкіндікті қолына ұстатамын деп шығыңыздар. Сол кезде біздің бизнес жүреді. Себебі біздің бизнеста өздеріңіз білесіздер, адамның несін таңдамайды ғой, жасын 18 дейсіз ба, 35-те, 65-те, 70-тесіз ба, таңдамайды. Дипломыңыз высший ма жоқ па, таңдамайды да. Сіз сол бүкіл университетте қызыл дипломға бітіріп келген болсаңыз, сол дипломның құндылығы біздікіне қараған кезде ол өте таяз. Себебі сіз бұл жерде психолог боласыз, оратор боласыз, сіз бухгалтер боласыз, жаңа шығып жатыр ғой, сіз дәрігер боласыз. Осы жерде. Дәрігер де боласыз. Сіз өзіңіздің қалаған мамандығыңыздың иесі боласыз. Сіздің жан-жағыңыз болады. Индияға барасыз, сізді хош иісті гүлдермен қарсы алады. Қырғызстанға келесіз, сізді қарсы алады. Сіздің жан-жағыңыз көбейеді. Қазақта мынандай сөз бар. Өзіңнің кім екенін мен айтып берейін дейді, қасыңдағы досыңды көрсетші дейді. Сондықтан жан-жағымызға біз қандай достарды жинаймыз? Біз бір-бірімізге жақсылық ойлайтын, жүрекпен жүрекке жеткізе алатын достарды жинайықшы. Біз Marine Hills компаниясының отбасын әлемде құрайықшы. Marine Hills компаниясының отбасы әлем бойынша болсыншы. Болсын ба? Құрметті қонақтар, барлықтарыңызға шын жүрегіммен рахмет айтамын, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп отырғандарыңызға. Біздің компаниямыздың осы Қырғызстанға алып келген Талғар мырза, Нұрзада ханымдарға мен шын жүректен әрқашанда алғысымды білдіремін. Себебі, басқа мемлекеттен келген кезде, любом случае сізге бір адам керек қой, сізді қолдайтын, Сол Бишкекке келген кезде осы кісілер өз үйлерін паналатып, мен гостиницада жататын жағдайда емес едім да, о кезде. Осы кісілердің үйін паналадым да, осы кісілердің қасында жүріп, бірге барлық қиыншылықтардан өттік. Сол қиыншылықтарды жеңгеннің пайдасы қазір осындай үлкен нәтижелер біздің Қырғызстан мемлекетінен шығып жатыр да. Сондықтан барлықтарыңызға Қырғызым, менің үлкен командам, үлкен алғысымды сіздерге қабыл алыңыздар. Сіздерді қатты жақсы көремін. Айтады ғой, осы жерде отырған барлықтарыңызға айтарым. Ортамызда ер азаматтар отыр, 50-дан 60-тан асқан аналарымыз отыр. Олардың барлығы жас жігіттер болды ғой, жас қыздар болды ғой да. О кісілердің кезінде асанкасы әдемі, осылай жүретін қыздар еді, қазір аналар болды, Егерде
ақсақ, таяқ ұстап жүрген адамдар болса, ол кісілер де кезінде бір спортсмен, кезінде бір мықты, жаңағында екі иығы тоқпақтай ер азаматтар болған шығар. Қазір аяқтың кішкене сүрінетін кездері болған шығар да. Бетімізге кішкене әжім түскен шығар. Бірақ та мынаны біліңіздер, бетке әжім түсуі мүмкін, мықты аяқтың сүрінуі мүмкін, иә? Мықты бүйтіп жүретін кеуденің кішкене еңкейіп кететін уақыты болады. Бірақ та бір ғана нәрсе өзгермейді екен да. Ол біздің жүрегіміз. Жүрегіміз біздің әрқашанда шынайы түрде сізге жақсылықтың жаршысы болуға жүрекпен сіз жұмыс жасайтын болсаңыз, жүрек әрқашанда күн сияқты шуағын шашып тұрады екен. Сіздердің де жүректеріңіз, әрқайсыңыздың жүректеріңіз күннің шуағындай шуақтарыңызды шашып жүріңіздер. Рахмет. Алла қаласа, ертең тағы да тренингта кездесеміз.